саламатсыздарбы? Сіз күнделікті көлікпен жиі жүресіз бе? Күндө эмес, анда-санда. Көлікте қоршаған ортаға зиян деп ойламайсыз ба? Ойлойм. Мүмкін бізбен бірге челленджге қатысып көресіз, бір күн көліксіз. Себебі қазір көктемгі және жазғы уақыттарда азотоксиді біздің ауамызды құртып жатыр. Сол себепті қатыса аласыз ба? Жақсы, катышайын. Өмірде көлікпен жиі қолданасыз ба? Көліктен қоршаған ортаға зиян деп ойламайсыз ба? Жұмысқа барады, сабаққа келеді. Мүмкін бізбен бір челленджге қатысып көресіз, табиғатты таза Сіз көлікпен жиі жүресіз бе? Иә. Көліктің қоршаған ортаға зиян екенін білесіз бе? Сіз бізбен бірге бір челленджге қатысқыңыз келмейді ма? Бір күн машинасыз Жоқ. жүре алмайсыз ба? Жоқ. Жақсы, рахмет. Может, таксист шығармыз? Көліктің қоршаған ортаға зиян екенін білесіз бе? Қазіргі уақытта осы азотоксиді осы көліктердің кесірінен біздің ауамызды құртып жатыр. Сол себепті бізбен бір челленджге қатысқыңыз келеді ме? Бір күн көліксіз. Жоқ, ондай возможность жоқ. Каждый день мүмкін бізбен челленджге қатысасыз, бір күн машинасыз. Сәлеметсіз бе? Сіз күнделікті жиі машина қолданасыз ба? Иә. Сіз көліктің қоршаған ортаға зиян екенін білесіз бе? Білем. Бірақ қазір көліксіз 4 балам бар, и сонда да кружки, андай секция, көлікпен жүре алмаймын. Мүмкін сіз бізбен бірге бір челленджге қатысып көресіз, бір күн көліксіз. Жақсы? Проблема? Бүгін бола ма? Әрине, сіз алыс жерде тұрасыз ба? Ну, я екінші Павлодар, бірінші линия. Жақсы, рахмет. Көліксіз жүрген қалай екен? Жақсы екен, акцияны қолдап, бір күн көліксіз жүр. Рахмет. Көліксіз жүрген қалай екен? Ыңғайлы. Иә. Үйреніп қалдыңыз ба? Жоқ. Бір күн тек қана жүрген болды. Здравствуйте. Как вы водите? А так, в принципе, прогулялись, жақсы, свежим воздухом подышали. Ага, рахмет, знакомы.